Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге үй жағдайында бургер жасауды көрсететін боламын. Ең алдымен бургердің қамырын дайындап алатын боламыз. Жылы суға майды қосып жақсылап араластырамыз, яғни майды толық ерітеміз. Майды бөлек немесе осылай ыстық суда ерітсеңіздер болады. Май толық ерігеннен кейін тұз, құмшекер және кілеге, яғни сливкені қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, одан кейін жылы сүтті және қамыр ашытқышты қосып, тағы да бір араластырып жібереміз. Одан кейін ұнды бөліп қосып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, көтерілгенше күтеміз. Қамыр бір көтерілгеннен кейін видеода көрсетілгендей етіп дөңгелек форма беретін боламыз. Және бір-бірінен алшақ етіп орналастырамыз. Өйткені пісу барысында көтерілгенде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Одан кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және қалауыңыз бойынша мак немесе кунжут себуіңізге болады. Қызып тұрған пеште көтеріліп қызарғанша пісіріп аламыз. Енді кезекте котлетімізді дайындаймыз. Ол үшін тартылған етке ұсақталған пияз, тұз, бұрыш және сүтке жібітілген нанды қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін фаршымызды осылай 10 минуттай ұрамыз. Сол кезде артық сөлі кетіп, жақсы бірігетін болады және қуырғанда ажырап кетпейді. Дайын болған фаршты өлшеп аламыз, яғни үлкен котлет жасайтын болсаңыз 150 граммнан, ал кішкентай котлет болса 100 граммнан жасайтын боласыз. Және де осылай алдын ала тақтайымызды майлап, үстіне котлетіміздің формасын шығаратын боламыз. Дайын болған котлетімізді табада қуыратын боламыз. Егер де тартылған етіңізде май жоқ болса, кішкене майлап жібересіз. Ал майы болатын болса, онда табаны майлап қажеті жоқ. Котлеттердің бірінші жағы қуырылғанда табанның бетін ашық қалдырамыз, ал екінші жағына аударғаннан кейін табанның бетін қақпақпен жауып, толықтай пісіретін боламыз. Котлет толық қуырылғаннан кейін оны кері табаға салып, үстіне плавленый сырды қойып, сырдың ерігенін күтетін боламыз. Енді кезекте бургер жинаймыз. Ол үшін нанымызға майонез бен кетчупты жағамыз және одан кейін салат жапырағын, қызанақты, алдын ала дайындап қойған котлетіміз бен сырды, үстіне тұздалған қиярды қойып шығамыз. Қалауыңыз бойынша пияз салсаңыз да болады. Бургеріміздің бетін жабатын нанға да майонез бен кетчупты жағамыз және барлығын болғаннан кейін спашкамен қыстырып қойсаңыздар болады. Сол кезде бургер жылжып кетпейді. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сол кезде ешқайда тапсырыс бермейтін боласыздар. Барлығыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын. Видео ұнаса каналыма жазылуды ұмытпаңыз.